Еңсебаева Алтын Қабдырқызы, Ақсу қаласындағы номер 4 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Панорамалық сабақ конкурсына 5-ші Б сыныбын таңдап алды. Сыныптың ерекшелігі сыныптың орыс тілінде оқытылуы. Жалпы сыныптағы оқушылардың қазақ тілін білім деңгейі орташа. Сыныпта барлығы менің тобымда 12 оқушы оқиды. Бұл сабаққа 9 оқушы қатысты. Сабақтың тақырыбы судың пайдасы. Сабақтың мақсаты оқылым, мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Жазылым, мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Сабақтың тақырыбы бойынша алдыңғы білімдері судың маңызы тақырыбында судың қасиеттері, судың адам өміріндегі маңызы туралы ақпарат алып, мәтін бойынша тапсырмалар орындалды. Таңдап алынған сабақтың талдау ойлау деңгейінде сұрыптау, сұрақтардың жауабын тапсырмалары арқылы сын тұрғысынан ойлауға үйрету, оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу модульдерінің идеясын енгізуді жоспарлаған болатын. Нәтижесінде сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулінің идеясы оқушылар диаграммаларды толтыру үшін берілген ақпараттардан қажеттісін сұрыптап алуда жүзеге асты. Бірінші топ судың пайдасы, екінші топ судың жетіспеуінен болатын адам ағзасындағы өзгерістерді сипаттап айтты. Ал үшінші топ сұхбат түрінде берілген тапсырмада 3 сұраққа дұрыс жауап берді. Әр топ өз жұмысын қорғағаннан кейін әр оқушыға стикер таратылды. Оқушылар бір топтың жұмысын таңдап алып, стикерге сол жұмыс бойынша өз пікірлерін жазып, бағаларын берді. Бұл жерде оқу үшін бағалау және оқуды бағалау модулінің идеясы байқалды деуге болады. Ал сабақтың соңында оқушылармен чемодан, еттартқыш, қоқыс жәшігі әдісі арқылы кері байланыс орнатылды. Сабақтың кемшін тұстары ретінде оқушылардың тіл байлығының аздығы, сондай-ақ қазақтың төл дыбыстарын айтуда қиналатындығы деуге болады. Жақсы, енді қазір былай істейміз балалар. Тапсырма мынандай. Топ-топпен тапсырма орындаймыз, бірақ әр топқа тапсырма әр түрлі. То есть задание разный, жарема? Бірінші топ сендер мәтіннен, барлығы мәтіннен байланыс, сөз текстін. Бірінші топ сендер судың маған пайдасын анықтайсыңдар. То есть определите, что судың пайдасы қымбат. Это что судың пайдасы? Пользу воды. Бірақ та, мұнда суреттер аралас. Здесь перемешку картин. Вам нужно найти соответствующий судың пайдасын. Тауын. Да, жақсы. Так, жақсы сендерге. Так, екінші топ сендерге судың жетіспеуінен не болады? Что бывает от нехватки воды? Да? Суреттер аралас. Тоже перемешку. Я по тексту находится. Үшінші бірге істейміз. Ал үшінші топқа сендерге сұхбат. Яғни 3 сұраққа жауап табасыңдар мәтіннен. 3 сұрақ түсінікті, иә? Сосын 2 оқушы шығып, мұнда диалог сияқты айтады сұхбат беріп, ағылған тезірек жауабын дәптерге жазып бывает. Мысалы, біреуін қойасың, біреуін сұрақ қойды. Так, 10 минут вахт. На, держи, вот это. Клей, это клеить нормально. А клеить? Это не надо. Это клей. Температура. Потом головокружение. Головокружение. Правда, бір сурет жетпейді. А подписывать снизу надо? Не, бар. Рома. Сейчас. Это все сейчас не себе получается. Да.
Что писать? Екі минут бала. Бар, ойлан. Судың пайдасы. Обед болмайды суда пайдасы. Обед болмайды. Қалтама. Пайдасы. Бас айналмау. Больше нет. Иә. А мы все равно были в желуде. А что Сүйектерді тағы бір сөз керек. Мынау су жетіспеуінен бола ма? Тазалайды шешеді. Пайда. Сендерде судың жетіспеуінен не болады? Жоқ, үстінен жақсы. Енді бір сурет. А можно еще что-то? Ал сыздар. Шышы топ дайын бізде, иә? Сендер анықтап алыңдар, кім шығады сендерден? Екі оқушы шығу керек. Жарай ма, Саша? Дайындалыңдар. Сендерден кім шығып айтады? Дайындалыңдар. Можешь еще что-то? Жоқ. Или показать? Дима. Болды, иә? Бірінші топ. Болды. Ал, Дима, отыра. Дима, қазір бір-бірден шығамыз. Ал, бірінші топ дайын, иә бізде? Кім бар? Келе ғой? Кім айтады сендер? Кім шығады? Отыра. Жақсы, Дима. Кім айтшы? Келе ғой? Кім айтады? Жоқ, ұстап тұрыңыз. Ал, тыңдаңыз, Рома, балалар, Снежана, тыңдаймыз, содан кейін сендер, Саша, тыңдамасын бір топтың жұмысын таңдап, сендер баға қоясыздар, жақсы ма? Яғни секіріп жазасыңдар. Жақсы, болды ма, Дима, қалай өтті, жарай ма? Қалай айтты, кәне? Дене температурасы тұрақты ұстауға көмектеседі. Алдымен бұл не? Судың пайдасы, иә? Келесі. Оттегі тасымалдайды. Дұрыс. Бөлек және бұлдағы қалдықтарды тазалайды. Тірі клеткаларын ұлғалдырды және сауықтырады. Келесі. Витамин және минералдардың таурауын қамтамасыз етеді. Клеткалардың және бұлшық еттердің бірігуін қамтамасыз етеді. Жақсы. Денені жарақаттанудан қорғайды.
Жақсы. Тыңдадық, иә? 7, бізде 7 пайдасы атап өтіледі онда. Барлығы дұрыс қой? Түгел жасап алды ма? Жақсы, отыра қойды. Отыра қойды. Екінші топ. Тұрмайдан да, Дима, қолмен ұстап тұрыңды. Не ұстамайды. Ал, айтам. Дима. Ошика надо. Былай істеңдерші, бері қарай. Қалай? Былай істе. Менің жұмысы. Былай істең, да? Менің жұмысы. Бұл неден болады? Алдымен оқыңдаршы. Жер. Я Не шайсы будет. бір уши қатыр. Екі. Менің жұмыс істеу баяулар. Үшінші адамдардың басы айналып ауырады. Төртінші жүрек көп жұмыс істейді. Бесінші қан қоюланады. Алтыншы теріс шаршап әлі үздік пайда болады. Және? Жетінші тамақ ішуге тәбетті болмайды. Барлығы анықталды. Дұрыс түгелден. Келесесіңдер ме? Жақсы. Қасия маға бересің, рахмет. Және келесі үшінші топта бізде диалогымызда сұхбат, иә? Сәлем, Саша. Сәлем, Гелен. Адам организміне көп пайдасы бар. Адам организміне судың көп пайдалы бар. Ересек адамның денесінде 5 литр су болады. Ересек адамның денесі 40-50 литр су болады. Ересекте 5% üzerinde sudan тұрады. Sütün 22% судан тұрады. Рахмет, сау бол. Өте жақсы, керемет. Отырамында енді ала қойсын жаңа. Қазір былай істейміз. Бізде тақтада магнит істемейді, сондықтан әр топқа сендер қазір былай істейсіңдер. Қазір былай істейсіңдер. Мына стикерларға әрқайсының бір топтың жұмысын таңдайсыңдар. Дима, отыра ғой. Әр топтың жұмысын таңдайсыңдар. Қай топ дұрыс барлығын жасарды, барлығын керемет айтып шықты, соған баға жазасыңдар, жақсы ма? Сосын келіп сол топқа барып, мысалға Рома жазады, мысалы ол диалогты өте жақсы деп ойлады, диалог өте керемет, бәрі жақсы деп жазады да, барып, анда жабыстырады, жүре ме? Олардың қағазына жүр, біреуіне бар. Жүре ме? Жоқ, өзіңіздің жазып қайтпайсың. Басқа топтықпен баға береді. Басқа топқа баға береді. Жоқ, қазақша. Қазақша жасамыз. Өте жақсы, керемет, немесе толық емес. Өте жақсы деп жазды. Дима, давай. Қайда? Өте жақсы. Ал.
баға берді. Бұл Ангелина ғой, иә? Снежан, өте жақсы. Ал неге мұнда мына бір қағаз екен? Қазір біз көрейік, иә? Басқарушы не жазған? Екінші топқа өте жақсы, бәрі толық, дұрыс деді, қымбат берді. Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы, қызық. Рассказ дейді. Вторая группа, очень хорошо. Но енді қазақша жазу керек, жарамай келесі жарамай, өте жақсы деп жазу керек. Тамаша, керемет, екінші топқа, ал үшінші топқа ең көп үшінші топқа берді, иә? Сейчас будет смешно. Сендерге не деді? Өте жақсы, топ диалог өте керемет, жақсы. Тек қана Снежана жұмыс істеу керек деп жазыпты біреу, иә? Өте жақсы. Керемет. Бірақ Снежана неге бізде қалып қойды? Өйткені ол диалогты ұстап тұрды, иә? Қағазды ол тек ұстап тұрды. Диалогты бізде Саша мен Ангелина. Келесі жолы Снежана жақсы. Және барлық топ, барлық тапсырманы орындай алды. Дұрыс па? Өте